Халық қана перзентін шыр етіп дүниеге келгеннен бастап қартайған шағына дейін әнмен әлдилеп жеткізеді. Ал ас туған дарындарын, жүрек жұтқан батырлары мен орақ тілді шешендерін көзі тірісінде-ақ аңызға айналдырып, ен даласының әр түрінде тербетеді. Иісі қазаққа ортақ сондай есімдердің бірі Өтеген Өтеғұлұлы. Шешен домбыра мен күміс көмей әнші ол туралы былай толғанады. Қыстау күн туып, жоңғар бөлік салған лей, үйеріндей сайғақтың үркі белім ауғандау. Ата қоныс мекенім жау қолында қалған лей, етегімен су кешкен ұйқысыз сол таңдарда, үгәй, 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 ой, ұйқысыз сол таңдарда. Айда қардай ақырып, аққабанжыз келгенде, тамшы суға зар болып, құлазыған шөлдерді, кәрі жасы баласы құлан түзде өлгенде, қорқаулары қалмап, қара бұлтай төнгенде. Дайын төгілген жасты Алла көреді, тілегіне халықтың батыр ұлын береді. Жеті судың қойнында, шу өзені бойында, асыл туған арыстан Өтегенде ереді, Өтегенде ереді, ереді, Өтегенде ереді. Өтеген бабамыздың жалпақ дүниені өзге қазақтан көрі кең таныды, әрі ерте білді. Әкесі қазақтың танымал батыры Өтеғұл зарығып жеткен ұлым кәтта молда болсын деп оқуға жібереді. Содан 10 жасар Өтеген серігі Қазыбек Таласарұлы мен Самарқан мен Бұқарадан бастап хат танып ілім қуады. Арысы Иран мен Түркия, араб елдерінде аралап, тіпті Италия, Испаниямен танысып, Германияның, Ресейдің тұрмыс тіршілігіне қанығады. Жарты әлемді шарлап 8 жыл жүріп еліне келгенде, одан молда да, ұстаз да шықпай, білімді жас хас батырға, шебер қолбасшыға, ақыл парасатты елшіге, халық қамын ойлаған, мұң мұқтажын жоқтаған әулие көріпкелге, жалпақ жұртына жұмақ іздеген жиһанкезге айналады. 74 жасында дүниеден қайтып, есімі иісі қазақтың жадында қалып, небір аңыз әңгімелерге өзек болады. Қазақ мемлекетінің мерейтойлар тізбесіне сәйкес, биыл Өтеген Өтеғұлұлы жылы. Оның 300 жылдық мерейтойы жылы. Осыған байланысты кең ауқымды шаралар жүзеге асып жатыр. Солардың бірі батырдың туып өскен жерінде, Қордай ауылында үлкен жолдың бойында еңселі ескерткіш бой көтеріп, салтанатты ашылды. Оның іргесіндегі Қордай аудандық мәдениет сарайына Баба Батыр есімі берілді. Ал батыр ұрпақтары көп қоныстанған Кеңес ауылы 1992 жылдан Өтеген Батыр ауылы болып өзгертілген еді. Алматы қаласы әкімінің шешімімен қаладағы Матызалка көшесінің аты Өтеген Батыр көшесі болып өзгертілді. Алматы облысы жұртшылығының Іле ауданының орталығы энергетикалық қонысына Өтеген есімін беру туралы ұсынысы үкіметке жеткізілді. Баба келбетін сомдайтын, тарихи шындықты нақтылайтын жаңа дүниелер жарық көрді. Мерекелік шаралар еліміздегі білім ордаларының қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде бастау алды. Онда Қазақстан жазушылар одағымен бірлескен республикалық ғылыми конференция өтті. Және Өтеген Өтеғұлұлының өмірі мен заманы, келбеті мен батырлығы, ол туралы аңыздар мен ақиқат төңірегінде ауызы дуалы шешендер, білімді ғалымдар, абзал ел азаматтары көсіле сөйледі. Қазақтың тұтас ұлттық тарихының үлкен бір кезеңін жасаған ұлы тұлғасы, үлкен қайраткері, атақты батыры, әулие деген атқа ие болған Өтеген бабамыздың алдындағы, сол ұрпақ алдындағы бір міндетті атқарып еді. Сондықтан ең әуелі осы жиынды ашып ұсынуға рұқсат етіңіздер. Өтеген батыр, мүйізді Өтеген, Өтеген әулие.
Бұл бір кісінің халық санасында қалыптасқан ұлы тұлғасын сипаттайтын үш түрлі ныспысы ғана емес. Сол тұлғаның қадір қасиетін бағалай білген туған елінің өлшеусіз махаббатын белгілейтін көрсеткіште. Бұның алдыңғы екеуі барша қазаққа мәшһүр Айбарлы есім болса, соңғысы аяулы перзентінің әруағын әлпештеп, киесін мойындаған Жетісу жамиғатының дәріпі. Ұлы әруаққа көрсетілген құрметтің шыңы осы болса керек. Батыр баба рухы ғасырлар бойы жүрегінің оты бар азаматтарды ерлікке, күреске жігерлендірсе, әруағы кем-кетік, ауру, сырқау, мүсәпірді желеп-жебеп келді. Сондықтан да батыр өмірі, ерлігі, іс-әрекеті жыр дастандардың, аңыз әфсаналардың өзегіне айналды. Абылайдан бір мүшел үлкен тұрған үлкен батырлардың бірі, Абылай хан Төле би айналасындағы ардақты батырлардың бірі Өтеген Өтеғұлұлы да сымбаты қазақ елінің жүрегіне ұялаған қасиетті дала перзенті. Тарихи тұлға Тілеміс Есболұлының өлеңінен екі шумақ оқиын. Болыпты ол жорықта жас өтеген, кезекен 16-ға жаңа келген. Тігі иық, кең жауырын, қарулы қол, кем емес көрініс үлкендерден. Осы кісілерге Өтеген ұрпақтар атынан, Өтеген батыр қайырымдық қор атынан алғыс айтқым келеді. Бабамыздың әруағы шарапаты баршамызға тие берсін. Қазақ батыр үшін қазақтың жетісу жоқ, арқа жоқ, батыс жоқ. Қазақ батыр үшін бәрі бірдей қазақтың жері. Сонда енді біздің Жәкең атамыз бұл кісі Өтеген батырды суреттеген уақытта оны бүкіл халықтың үлкен қаһарманы етіп көрсеткісі келген. Ол жай ғана саяхатшы емес, бұл саяхат жасап, саяхат дейтін ассоциация ол кісінің ойында тұр. Талай елді аралады. Бірақ енді көркем шындыққа айналған уақытта өзінің поэмасында оны жай саяхатшы ғана емес, ол кісі керемет фольклоршы ретінде, аңыз шежіренің білгірі ретінде, құймағұлақ адам ретінде, талантты ақын ретінде ол кісі Өтеген батырды бүкіл адамзаттық биіктікке көтерген. Ғалымдар мен қаламгерлер өткенді көз алдымызға әкеле отырып, Өтеген батырды осылайша жаңа қырынан танытып жатты. Оны терең білген сайын тыңдарманда құлақ құрышыған қандай әсерде болып, мейірлене түсті. 18 жасында жауға қарсы шабады, жолбарыстай жұтынып кеткен кегін алады.